Сіздер жақтырмай тұрсыздар ғой, иә? Жоқ. Қойшы, кеттің. Жоқ. Жоқ. Келмеймін енді. Өзгеге вообще шақырмаңыздар. Вообще келмеймін. Өлі, енді араласпаймыз ба, енді қалай болады? Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен Ақботалардың үйіне көшіп келдім. Қараңыздар, мына жерде менің чемоданым бар. Чемоданымен дәу қызыл. Ішіне барлық киімдерімді салып, мен қазір Ақботалардың үйіне келдім. Қазір енді бірақ Ақботаларға үй ішіне ешкімге айтқан жоқпын. Тіпті үйіндегілерге айтқан жоқпын, өйткені маған осында келу керек болды. Енді осы үйде Ақботалармен бірге үнемі тұратын боламын, өйткені мен өзім үйімде видео түсірейін десем, күнде видео салу керек қой, видео түсірейін десем, Ақботалар жоқ. Ақботаларсыз мен видео түсіре алмаймын. Ал маған күнде видео салу керек, видеолар түсіру керек деген секілді ары бері жүре беруге енді болмайды, қиын болып кетті ары бері. Күнде барып келіп, сондықтан да осылай мен бүгін өзімнің чемоданыммен бүкіл заттарымды алып алдым. Қараңыздар, дәу енді қазір енді ғана кіріп жатырмын. Үйіндегілерге айтпадым, ешкім жоқ сияқты, ана бөлмеде ма әйтеуір. Қазір енді кіріп үйіндегілерге осыны айтатын боламын, көшіп келдім деп. Олардың енді реакциясын көретін боламыз. Қуанатын шығар деп ойлап тұрмын енді. Өйткені видео түсіруге мен де оларға түсем деген секілді. Қазір кіріп айтатын боламын. Ешкім білмейді енді. Көреміз реакцияларын, Ақботалар қуанады ма екен, или жақтырмай қойса не істеймін, енді бірақ бар шығар, бір бөлмелерін арнайтын шығар маған деп ойлап тұрмын енді. Қазір енді осыны алып кіретін боламыз. Қазір енді үйіне кіреміз. Көремін енді қазір. Үйінде адам аз сияқты. Ешкім далада Ақботалар ойнап жүрген жоқ. Қазір енді кірген кезде көрсетемін. Ал осы енді чемоданымды ауыр мына жақтан зорға көтердім. Енді үйіне жайлап кірейін. Ешкім жоқ сияқты. Что? Мына заттарым енді осы үйде тұратын болады. Мен кірейін. Что-то мен келгенімді естімей қалды-ау деймін бұлар. Қалайсыздар? Қалай? Жақсы? Жақсы, қалайсыңдар? Не бол? Не? Айтпай келдім ба? Айтпай келдің. Мынау не? Чемодан ғой бұл. Мен ішінде бүкіл киімдерім бар. Просто осы үйге көшіп келейін деп жатырмын енді. Осы үйде тұрамын мен. Ойбай, дәу чемодан. Дәу чемодан ішінде мен киімдерім, анау заттарым бар. Қанша күнге қонасыз? Қанша күнге деген несі? Мен осы жақта тұрам болды енді. Вообще көшпей отырсың ба? Осы жерде тұрам болды енді. Біз не қылды? Қоя. Қалайсың ба? Жақтырмай тұрсыздар ма сонда сіздер? Жоқ. Жақтырмаған емес, просто қалай деп түсінбей қалдық та. Айтқан жоқсың ғой сен. Айтқан кезде заттардың нелерін бәрін, бөлмелерінің заттарын дайындап сөйтіп. Ой, қоя беріңіз ана. Әйтеуір бір бөлме бар емес па? Мына жақта кімнің бөлмесі бар? Так. Ақботаның бөлмесін аласаңыз, Ақботалар басқа жаққа бара салсын. Маған сол жаққа ана нені чемоданды апарып, киімдерін бәрін қойып. Ақботаға апарып тасташы, ана чемоданды анайқа кіргіз да. Сол бөлмені маған дайындаңыздар енді. Жүріңіздер. Бөлмем ғой, бөлмем неғып алып қоясыз? Енді мен қай жатамын енді? Бөлмеге жата саласың ба? Осы бөлмеге жата саласың. Осы бөлмеге жатсын емес. Мен бөлмемді алып қоятын шығар. Ойбай, сіздер жақтырмай тұрсыздар ғой, иә? Жоқ. Қойшы, кеттің. Жоқ. Дайындап бере саламыз бөлмеңді. Мына жақ па? Мына жаққа жақтың келіп жатыр ма? Иә, осы жерге. Мына бірақ ше мынау. Ақбота, қазір анау ренжіп қалатын сияқты. Бөлмені бере салайық, дайындап, иә? Бөлмені дайындап берейік. Сендерде анау бос бөлме бар ғой, бірінші бөлме. Білмеймін ғой енді, сабағы сондай. Біз жақтан жақын шығар сұраймыз ғой қазір енді. Жайғастыра берейік, қазір кет қалса, орысып сондай. Ренжіп қалады бекерге ше. Мақұл, сосын шақырсақ келмей қояды. Сол үшін не қыла берсін, заттарын апара берші бар. Апарып дайындай бер. Так, енді мына жаққа ше, бөлменің бәрін өзгерту керек маған. Не деп жатсыздар? Кесіңіздер. Сіздерге бір бәле көрсетейін, бергеніңіздер. Затымды алып кел, давай. Аха. Маған ше мына бөлмені полный ауыстыру керек. Мына детский ғой енді. Маған осы жерге енді андамында сабақтарыма да осы жерден барамын. Осы жақтан жақын ғой ше. Осы жерге ыңғайлы болып тұр ма? Сабақ. Иә. Енді мына жақтың бәрін ана обойы бар, мына сағатты алып тастау керек. Ана
шкафтың бәрін ауыстыру керек маған. Опять Шкаф заказ беріңіздерші маған мақма. Одан кейін болмай ма? болмайды. Детский мана шкаф. Қандай шкаф керек? Заказ бермейсіздер ме не? В общем, осы комнатаның бәрін өзгерту керек қой. Мына жақтағы шкафты алып тастау керек. Мынау не детский, Алихандардың, Ақботалардың кішкентай кезіндегісі. Не жақтырмай айтсын ба? Білмеймін, сіз құртатын шығар. Ой, жоқ. Оған әдемілеп өзіне бөлме істеп бере салам. Бұл бөлме істеп бере салам өзіне. Ана обойды алып ана жаққа істеп бере салады. Маған осы бөлме ұнайды. Мына жақтан күшті жарық түседі ше. Орта жақтан әдемі болып көрініп тұрады да ше. Мына жақта бассейн бар екен ғой. Мә, бассейнге түспесем кәдімгі. Осылай, короче, мен осы жерден осы үйге маған жақын ғой ше, оқуға бару. Сол үшін осы жақтан барамын мен. Осы жақтан енді күнде осы жерден, короче, сіздермен бірге тұрамын ғой мен өмір бақи ше. Қастарыңыздан қалмаймын, короче. Осы жерде жүремін. Қалай? Енді сіздерге айтпай келе салдым, енді бәрібір қуанып қарсы алатын шығар деп ойлап едім. Жоқ, анау айтпай келгенге бізде шок болып қалдық та ойла деп ше. Үйреніп кетесіздер, ештеңе етпейді. Бәрін реттеп әдемілеп дайындап қоятын едік қой. Үйреніп кетесіздер, ештеңе етпейді ғой. Сосын Диван. иә, диван керек. Мына диванда аяғым жетпейді ме соңына дейін. Диван бар еді, осыны әкеле салмадың ба? Оны қалай алып келемін мен? Ол мамаға қалдырып кеттім. Өздері жатады, соны қалдырып кеттім. Киімдердің барлығын мына жақта алып келдім. Тағы не бар еді? Маған жаңа киімдер алу керек еще. Ақша бересіздер ғой да? Киімге ма? Иә. Енді сіздердің енді қыздарың сияқты болып кетемін ғой. Осы үйде тұрамын ғой енді. Ақша беріп тұратын шығарсыздар. Мақұл. Иә. Одан кейін біз күнде видео түсіреміз да. Күнде видео түсіреміз Ақботалармен. Сол үшін енді осы жаққа келдім. Ары бері жүре беремін ба мен? Заттардың барлығын алып жүру маған да қиын ғой енді. Қаншама косметика, бәрін киімдер. Әбіржіп отқанда ше өзіміз. Мен көмектесем ғой, мына Айшаға қарап жүремін, иә? Азанда сабаққа кеттің, кешке бірақ келесің. Енді кешке келіп енді 1-2 сағат қарап беремін ғой. 1-2 сағат қарап. Мен ешқандай зияным жоқ ше, просто анда-санда бір жұмсап андай ақша сұрап тұратын ғана болмаса. Так, енді осы жерде жүремін. Осы менің комнатам. Ана сағаттың бәрін алып тастау керек. Сосын мынау кішкентай нені ше, шкафты ше алып тастап, маған әжептәуір үлкен мынандай үлкен кәдімгі не бар емес па? Стол ше. Енді суреттер саламын, енді сабағымды суреттерге байланысты ғой. Мынандай дәу плакаттарым бар. Соның бәрін сатып алу керек, бірақ анау ескіріп қалып кетті да. Осының бәрін алып келемін мен. Сіздер де әпересіздер енді новыйдан. Сөйтіп, одан кейін мына жаққа бір шкаф керек маған. Боянамын ғой мен күнде азанда сабаққа баратын кезде боянуым керек. Соған шкаф күшті айнасы бар болу керек. Бүйтіп жанатын ше, цвет бар. Сондай керек маған. Соны заказ бересіздер ғой, иә? Біз әпереміз ба? Сонда біз сатып беру керекпіз біз беріп. Әпермейсіздер ме не? Жоқ, мақұл енді, бірақ дәл газ емес енді, ақша болған кезде алып бәрін жаймен әпереміз да енді. Жарайды. Бірден емес бе? Бір бәлеқ, иә, әйтеуір бір әпересіздер. Так, енді не істеймін? Мен сабаққа барамын. Мен бірақ сабаққа ше, мына жақтан ше. Автобуспен барғым келмейді ше. Маған бір машинама жалдап бересіздер ма? Машина жалдап, мен сонымен бүйтіп барып келіп, апарып әкеліп жүретін ше. Машина жалдап бер дейді ғой бізге. Не қылды сонша қиналып? Ол күніге машина. Енді тоқтар, біз жездең үйде емес енді. Күнде сен апарып әкелетін, үйде кезде мақұл апарып келеді ғой жездең. Жұмысқа кеткен кездері. Водитель жалдай салға болады. Водитель жалдаймын деп айтамын мен. Барлық заттарыңды майда шүйде анау-мынау әперейін. Мақұл шкафты ауыстырып, шкаф әперейін. Диван әперуге болады енді. Водитель жалдамайтын шығармыз енді. Бір келе ғой іште. Менде бір пайдам бар ғой. Қараймын ғой алдыңызға 1-2 сағат. Жоқ, тұра берсей енді, тұра берсей. Өзің автобусты араласатын адамды ескестір ше. Бір қиналып көттістір ғой, ананы әпер деп едім. Ойла, ана Ақбота да бөлмесін беріпсі деп тұрған жоқ. Бөлмем бақ жоқ, берем деді ғой Ақбота. Бөлмесін берем дедің ғой, я? Керек емес болды. Давай. Жоқ. Келмеймін енді. Осы үйге вообще шақырмаңыздар. Вообще келмеймін. Ойла, енді араласпаймыз ба енді? Кірсін енді, машинаны енді бір нәрсе қыламыз енді, машинаны амалдауға болады ғой енді баста. Ана жездең үйде бар кезде өзі апарып келеді ше. Басқа кездері амалдаймыз енді, қала береді енді. Ойла, араласпай енді қалай болады? Не болғанда, Адия? Нұрсап шеше кетіп қалды бізге, енді араласпаймын деді бізге Ақбота. Ақбота, енді Нұрсап ше араласпаймын сендермен деп кетіп қалды ғой, не істейміз енді? Не істейміз? Неғып кетті?
қалдық. Әшейін маған жаңағы машина жалдаңдар деді. Машина қақтан табамыз дедім да. Кеп тұр ғой Нұрсұлу әпше бізге пранк істепті ғой. Сіздер шынымен қалсыздар ма? Я шынымен сеніп қалдық қой. Сен қалдық. Не? Пранк әшейін. Бір-екі күн видео түсірген едім ғой. На чемодан көрген екен мен шынымен сеніп қалдық Ақбота я. Чемоданды жоқ болса енді сенбеуге болады ғой. Бәр чемодан сонша жолдан арқалап келгенге өлі шынымен көшіп келді ма деп, или үйдегілермен ұрысып қалды ма деп неше түрлі ой келді ғой маған. Ой, в общем, осындай пранк өтті ма? Я пранк өтті, кәдімгідей сеніп қалдым ғой мен. Сіздер кәдімгідей сеніп, қалай айтпадым ғой деп жатсыздар ғой. Я уже ойланып кеттім ғой, өлі қалай болады апарып алып келуді еще ше. Енді бір-екі күнге ғана келдім, видео түсіремін де кетем. Достар, біз шынымен сеніп қалдық. Дәу чемоданмен келген кезде өлі шынымен қалай болады екен. Енді үйтіп қорыққан жоқпыз, бірақ енді қалай болады екен деп бізге шок болып қалдық та, табан асты айтқан екен. Бірден еще келіп алып, ананы ауыстыр, мынаны ауыстырамыз, мына шкаф жарамайды деген кезде вообще шок болды деді Ақбота. Я Нұрсұлуға не болып кеткен түсінбей, жаңағы водитель жалдамаймыз дегенде кетіп қалғанға өлі немене түсінбей қалған ба еш нәрсені деп Ақбота я. Кәдімгідей біз Ақбота екеуміз в общем шок болдық. Адияға айтып үлгермедік. Адия не болды мама не болды деп жүр ғой. Түсінбей жүр ғой. Я түсінбей жүр. Ал давай онда видеоны аяқтайын осы жерден, мен пранкымды. Ал достар, осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып тіркеліп мені қолдап кетіңіздер, я. Достарыңызға таратыңыздар, маған тіркеліп кетіңіздер. Ұмытпай, давайте. Пока.